Әлия, тарих куә, шебередің атыстың, ұлы отан соғысына қатыстың, ар намысы тұла бойда тулаған қайтпас қайсар, ару қызы батыстың, мергендердің аяқтадың мектебін, жауға қарсы түлеп ұштың беттедің, отбасылық өміріңе тұсауса оқ сияқты оқталғанды шектедің, тылсым күшке енетіндей оқтары, нысанаға дөп тиеді оқтары, алға басқан жаудың тірі күштері бұны көріп, аяқ тартып тоқтады. Отан үшін отқа салған жас жанын, батыр болды, мәйіт болды қасқағын, ерлерменен түсіп қанды майданға ерлігімен есте қалған жас жалын. 18-де мақсат болды өздеген, 41-де фашистерге төзбеген, 44-те мерт болса да 5-інде ұл арманы орындалды көздеген. Қорғағанда ерлік жасап бесігін, қолдағанға билік берді кесімін, көше мектеп балетке де беріпті Молдағұлова Әлияның есімін. Батыр жасы толғанда бір ғасырға, шаппасын деп тілейміз іс насырға, өз өлгенмен созылар елесінде Әлияның ғұмыры 1000 ғасырға.